Қайырлы күн, құрметті желі қолданушылар. Сәлеметсіздер ме? Мен Түркістан облыстық адами әлеуетін дамыту басқармасына келдім. Келген мәселем бұл Сарыағаш аудандық адами әлеуетін дамыту бөлімі туралы. Себебі мен өткенде уәждер айтқам. Ары шағымданушы азаматша Сарыағаш аудандағы номер 60 мектептің бір азаматшасы маған өзінің жаңағы мектепте болып жатқан кемшіліктер туралы айтып, мен келіп, сол кісіден тікелей сұхбат алып, сөйтіп жаңағы Сарыағашқа барып, номер 60 мектепке журналистік зерттеу жасағам. Ол бойынша арыздарына прокуратура жауап бермеген, прокуратура кіріп шықтық. Акатов мырзаға бірнеше рет шағымданған екен, Акатов мырза ешқандай жауап бермеген. Сондықтан да ол, білмеймін, Акатов мырза, яғни білім адами әлеуетін дамыту бөлімінің басшысы әдетке айналдырған ба, жаңа не арызға жауап бермейді, не жұмыс орнында отырмайды. Мен тамыз айының 30-на 31-нен барған кезде ол кісі жұмыста жоқтығын. Ол кезде жарай түсіндік, оқу жылына дайындық дегендей. Енді осы жолы барсам тағы да жұмыс орнында жоқ. Оның айтатын уәжі мен мектептерді аралап жүрмін дейді. Сонда орынбасарларым бәрі орында отырады да. Орынбасарлар емес, енді орынбасарларым жоқ деді ғой. Қарамағындағылар жұмыста отырады да, ол өзі аралайды жүрді. Не ол басқарамайды? Мекемен басқару не екенін білмейді. Не сенбейді ешкімге. Сәлеметсіз бе? Өзі лично бәрін көргісі келеді. Немесе журналистер келді дегенді естіп, әдейі қасақана бір жаққа кетіп қалады. Осындай мәселелер бар. Сондықтан да ол жерде уәждер айтылды, зерттеу жүргізілді. Бірақ бүгінге дейін Акатов мырза бірде-бір жауап берген жоқ. Әлеуметтік желіге де, менің жеке өзіме де кері байланыс жоқ. Бұл жалпы президенттің елге жолдауында бар еді ғой. Кері байланыс орнату, кері байланыс орнатқысы жоқ. Өзінің жасап жатқан жұмысы бойынша кемшіліктер айтылған кезде оған жауап бергісі жоқ. Сондықтан да мен қазір басқармаға келдім. Данислам Болатханұлына. Сәлеметсіздер ме? Баспасөз хатшысыға кетіп қалды? Баспасөз хатшысына айтып қойдыңыздар ма? Мен оған айтқан ем ғой, департаменттің басшысымен жолғам деп. Бір-бірімізге айта береміз ба сонда? Ол кісі бар ма өзінде? Мен тікелей эфирмен кірем. Сондықтан да телефон қалдырамаймын мен. Бола ма? Суғаңыз қалдырсаңыз. Мен бәтер біресе қалдырым керек па? Жарайды. Мынаны ұстай тұрмыш, қиын болмаса. Жоқ, Жандос мырза, алыстан келіп тұрмын ғой. Әйел затымын, журналистпін дегендей. Күніге осы жердесіз ғой, Жандос мырза. Айбеттеңіз. Менде осындай мүмкіндік редко выпадает. Сәлеметсіздер ме? Қалайсыздар? Мен тікелей эфирмен келе жатырмын, пока өзім түсіріп жатырмын. Бола ма? Сіз ашық жариялы едіңіз ғой, иә? Қашан болмайды дедім. Онда айтпағыз қашан. Сондықтан да тікелей эфирден бір ауыз ескертуім керек еді ғой. Қазір өзім түсіріп жатырмын. Енді сіз түсіре берейін. Бір-екі сұрақтарым бар. Үлкен рахмет. Аллаға шүкір, жақсы. Күні кеше мен Сарыағаш аудандық адами әлеуетін дамыту бөліміне барғанмын. Ол жерде номер 60 мектептегі біраз ұстаздардың жан айқайын естіп, менің атыма журналистік зерттеуге арыз жазған. Сол арыз шағымды мен жаңағы зерттеп, екінші тарап тыңдаймын деп барғам. Мен барған кезде ол 60 мектептің директоры қызметін уақытша атқарушы жұмысында болған жоқ. Кейіннен келді ол кісі. Ол жердегі уәждерді оқу ісінің орынбасарлары айтуға тырысты, бірақ жаңағыдай өте кәсіби тұрғыда айта алмады. Одан кейін сол жауапқа біз наразы болған екен, адами әлеуетін дамыту бөлімінің басшысына барғанбыз. Алайда Акатов мырза орында болған жоқ. Орынбасарларым жоқ деді, бірақ сол жердегі мамандардың жаңағы жауабына жүгінгенек, мардымды жауап аламадық. Біз сол жерде кешке дейін жүрдік, мектептерді аралап жатырмыз. Қазір 10 километр ары, 15 километр ары деді. Бірақ жарайды бір келематта, бірақ енді қалай айтсақ болады, соған дейін уже біраз уақыт өтті ғой. Ешқандай кері байланыс жоқ, ешқандай жауап жоқ. Жаңа мектептің қызметкерлерінің айту бойынша жазған арыздарға бірде-бір жауап жоқ. Одан кейін ол жерге прокуратураға барғанбыз. Прокуратура арқылы да ол кісіге не кеткен, жаңағы арыз шағым. Прокуратура арқылы да біздің анықтағанымыз ешқандай жауап берген жоқ. Сонда ол кісінің қазіргі Сарыағашта білімді басқарып атқаны
мынау деңгейі менің күдігімше төмен. Өйткені сол жердегі арыз бір топ азамат арыз шағым тағы да арқалап сол жерде арыз өткізіп жатқан. Ол 77-ші мектеп. Күні кеше маған звондап жатыр, сол жердегі 5-ші мектеп. Ол жерде де жаңағы мектептегі мынау тәртіпсіздік. Одан кейін адами әлеуетін дамыту бөлімінің жалпы бөлімінің өзіне бардық та. Ол жерде ең болмағанда бір сенбіде 2 килограмм әг алып ана дуалдарды активеде болады ғой. Немесе ана лампочкаларды кішкене сүртіп қойса, сәлде болса жарық болып тұрады ғой. Сол мекеменің өзінің мынау жаңағы қазіргі таңдағы жағдайын өзіңіз сенбесеңіз көріп қайтсаңыз болады. Сондықтан да менде осындай уәждерім бар. Ол кісіге мен даже кейін бір уақытты белгілеп сұхбат берсеңізші, мен барып сұхбат алайын сізден десем, ешқандай кері байланыс жоқ. Біз кешкі сағат почти 6:30-да кеттік па, сол жерде жүріп 6:30-ға дейін ешқандай хабар болған жоқ. Оны анықтайық. Анықтаңыздар, иә. Оны анықтайық, сосын ол енді қандай арыздар екен. Рахат Сәрсенбекұлы келсінші. Прокуратураға да бардық. Прокуратура тарапынан да арыз кеткен да ана кісі. Өйткені қазір арызбен жүгінген кезде прокуратура құзырлы мекемелерін өзіне жібереді екен. Құзырлы мекемелерге жібердік деген сөзде прокурордың жауабын алдық, бірақ құзырлы мекеме, яғни еңбекті қорғауда, оны енді ол бөлек тақырып, және Акатов мырза да ешқандай жауап бермеген. Бұл қаншалықты? Бұл мәселе бойынша енді заңнамаға сәйкес берілген арыздарды қаратын мерзім бар ғой, иә. Біз оны тексереміз. Сосын енді бұл жерден ондайды түсінбеймін, шындайды. Нені? Сенен тыңдау керек. Жоқ, егер қашқан болатын. Сонда күдік ұялады да? Мүмкін сондай. 30 тамыз күні де барғанбыз киім мәселесі бойынша. Ол кезде де мектеп аралап жүр. Бұл жол барсақ тағы мектеп аралап жүреді. Бірақ енді ол кісі біздің келгенімізді естіді. Біз бірдестен білім бөліміне барған жоқпыз ғой. Біз бірдестен 60-ші мектепке бардық. Ол жерге көзіміз жетті, жаңа кемшіліктер болып жатқан. Одан кейін сол мекеменің ішінде 77-ші мектеп бойынша үлкен наразылық жаңа туындап жатыр екен да. Наразылық мынау менің жаңағы ақпараттым бойынша, маған берген халықтың ақпараты бойынша 77-ші мектепті басқаратын мекеме басшысы дін қызметкері болған бұрын дейді. Оның дипломында да дін саласына дейді. Ол бір, оны енді зерттеуге мен осы келе жатқан аптада барам. Одан кейін ол жерде жұмыс істемейтін және айлық алып жүретін азаматтар бар дейді. Біз ол бойынша сіздерге арыз жазған екен, олар департаментке, сіздерге басқармаға. Сіздерден жауап алған екен, ол анықталған екен. Бірақ Акатов мырза ол бойынша бірде бір шара көрген жоқ дейді. Одан бөлек жаңағы оқушылар тарапынан оқушылар қатысты мәселелер айтылды. Одан кейін ана қамқоршылық кеңес туралы мәселе айтылды. Ол кісілердің айтуына сәйкес қамқоршылық кеңесте директордың басынан туысқандары дейді. Қамқоршылық кеңесті іріктеп алған кезде ол жерде заңдылықтар сақталған жоқ деп жатыр. Сөйтіп заңдылықтар сақталмаса, біз ол қамқоршылық кеңесті қарайық. Сөйтіп сөйтіп ол жылына бір рет біз қамқоршылық кеңесті таратуға біздің хатымыз бар. Сіздер таратасыздар ма, жоқ соттың шешімімен таратылу керек па? Жылына бір рет біз таратамыз. Сіздер тарата аласыздар. Себебі қамқоршылық кеңесті адами әлеуетін дамыту бөлімі не тағайындай ма, сөйтеді екен ғой, Біз бекітіп береміз. Сәлематсыз ба? Басқарма бекітіп береді. Сол қамқоршылық кеңестегі жаңағы мүшелері көп сол директордың туысқандары деп сол кезде бірнеше арыз жазып жатқан. 77-ші мектеп. Иә. Сосын 60-ші мектеп бойынша кәдімгі сынаумен сынау арызды біз зерттеуге бардық. Ол жерде заңсыздықтар туралы. Енді күні ертең ба келесі аптама сол 60-ші мектепке директорды тағайындау бойынша сіздер конкурс өткізейін деп жатыр екенсіздер. Ол конкурс бойынша бір үлкен мәселе бар екен рас. Соны екеуміз доспыз ғой, мен жаздым. Иә, көрдім оны. Енді аны қамқоршылық кеңестерді біз сол үлгермей қалдық. Соны айтып жатыр да? Кеңестен бастап Фейсбукқа біз тікелей эфирге шығарамыз. Сол қамқоршылық кеңестің бүгінгі таңдағы мектептегі құрамдарын осы бойынша білмеймін, директорлер біз семинар өткізу керек па, ана құқық қорғау саласын қатыстырып. Себебі қамқоршылық кеңес тағайындаған кезде өздеріне етене жақын немесе туысқандарын тағайындайды. Бұл қаншалықты дұрыс? Семинарсыз, ол әрине дұрыс. Мысалы, Төле би ауданында аласыншы, мен, например, 5-ші мектепті алайын да. Ол жерде де қамқоршылық кеңестің төрайымы, мүшесі, оның баласы ол жерде оқу шарт па, оқымау керек па? Баласы оқу керек шығар? Ол мектепте не болып жатқанын білу керек шығар, дұрыс па? Баласы оқу деген ол шарт емес. Не шарт ол жерде, не болу керек? Негізінен бұлай беделді
ел арасында, халық арасында беделі бар, айтатын сөзі бар. Ең бастысы мектепке жаны ашитын, білім саласына былай көзқарасы дұрыс. Көзқарасы дұрыс емес, жалпы білім саласына үлесін қоса алатын. Көзқарасы, мен ойлаймын, бүкіл халықтың білім саласына көзқарасы дұрыс шығады. Бәрі жаны, мен нені біздің жұмысымызды Қазір қамқоршылық кеңесте бастауында мектепке көзқарасы дұрыстарды алып отыр ғой. А мектепке былай шырылдап, жаны ашып, коррупцияны выявлять етіп, сол жерде өзінің басын жаңа қауіп қатерге төніп жүрген азаматтар қамқоршылық кеңеске алмайды. Мысалы, мен қамқоршылық кеңеске алмайды. Хотя мен қызым 5-ші мектепте оқиды ғой. Ол другая история десек те болады да. Күні кеше 5-ші мектеп, менің қызым 1-ші класста оқиды. Кішкене азанда мазасызданды, тіс ауырады, тістерін бәрін құрт жеп қойған ғой. Сөйтіп мен қызымды мектепке апарайын, 9-дан 8-ден 45 минут өткенде. Сонымен ана мектепке мен кіре алмаймын ғой. Мұзда тұр менің қызымды, менің қызым болған кезде ол менің қызым деп атқан жоқпын. Ерте мысалы мен ата-ана ретінде әкелдім да, басқа ата-ана баласын әкеле алмай кешіктіріп жіберсе, ана мұзда ол тоңып қалмай ма қыз баласы? Енді ол да сондай болды өзі. Мен оқыдым. Иә. Жаным ауырды. Иә, сөйтіп Төлебе ауданының білім бөлімі басшысына мен хабарластым. Сосын олар айтты, жаңағы жауаптарын Өз кінәлі екен деп жазып қойды, мен баласы кешіктіріп әкелді дейді. Мен жоқ, енді дұрыс бала кейде кешігеді, бірақ тәртіп. Енді кейде сондай жағдайлар болып қалады да. Сөйтіп, бірақ ол мектеп тарс жабық емес па, ана жерде. Құттап қойған. Негізгі есігі ашық тұрған ғой. Жоқ, негізгі есігі де жабық. Негізгі есігі де жабық. Мен оны барып сұрадым. Мына основной есік неге жабық дегенде, наши цветы замерзнут, поэтому ее закрою. Ол кәдімгі есікке жабық тұрған. Негізгі есік жабық тұрған. Мен бұлардың жауаптарын көрдім. Бұлардың жауаптары мені шақырып алып, ана директор шақырып алып, завхозы кіммен ана есік вахтер шақырып алып, сол кезде талдап бұлар адекватный жауап беру керек еді. Бір жақтама жауап берді. Есік ашық дейді. Есік ашық болса мен кірмеймін ба? Мен сауатым бар ғой? Соған таңғалды. Жоқ, менің сауатым бар. Бұлардың жауабы мен келіспеймін. Ол жауабы мен сотқа білмеймін. Мен сотқа беріп обжаловать етуім керек. Сөйтіп, еще мен ана вахтер, мен бірдесен прямой эфирге шыққан жоқпын. Мен ол жерде тұрдым. Қызымды кіргізуім керек. Өзім Сарыағашқа кетіп жатқам. Сөйтіп мен кейін уже ашпаған екен, уже прямой эфирге шығып 102-ні шақыруға мәжбүр болдым. Сол жердегі адамдар бір жампенде айқайлап жатыр, мә есікті ашуға айтыңдар. Ең ақырында сол жердің жаңағы несі, дворнигі келе жатыр екен. Апай, мына есікті ашуды айтсаңшы десем, ол кеткен. Сөйтсе вахтер айтады, да пошла на к черту деп маған сәлем айтып жіберді. Сол дұрыс па? Мекеме ғой бұл. Сондай к черту да жіберді, есікті де құлтап қойды. Жіберіңіздер. Себебі бұлардың жауабымен мен келіспеймін. Бұлардың жауаптары жалған. Основной есік жауып тұрған. Себебі мен қайтадан енді ең болмағанда мына инцидент болды. Мен қайтып шығуым керек. Мысалы, замокты әшейін былай на засов қоюға болады ғой. Оны тарс жауып қойғанда не? Егер пожар болса не болады? Бір бала, например, талып қалса не болады? И не дай бог забордан перелезть етіп та, террористер да, бір нәрсе балдар воротадан шыға алмай қалады. Енді дәл сол қауіпсіздік шараларына сәйкес есіктердің негізі бей-жай қалдырылмауы ол дұрыс. Қараңыз, мен директорге ұсыныс айттым да, ну вы закрыли дверь дедім да, ну закрыли, может с вас внутренний порядок, который вы мне сейчас не предоставляете, может он и прав, дедім, по внутреннему порядку, но у вас должны работать камеры. Возле камеры, раз вы дверь закрыли, вы должны сидеть возле камеры, кто-то должен ответственно сидеть. Если мен ата-ана келді ма, ол жүгіріп барып есікті ашу керек қой. Правильно? Менің қызым сонда 15 минутқа кешіккен үшін, ол 45 минут аязда тұрды. Ана жерде мұздар тазаланбаған, ақыр жерде заңды жақсы біледі екен. Мұз көк тайғақ. Поэтому мен возмущением өте крайне сондай болып тұр. Бірақ жіберіңіздер, пусть мені де шақырсын. Когда мынау екі жақтама қарап жауап берген кезде адекватно жауап беру керек. Бір жақтама мені қазір бұлар қаралап отыр. Асанаманың қызы кешіп қалды дейді. Кешіп қалғаннан кейін кешіккен деген ол қылмыс емес қой. Қылмыс емес қой ол. Мен сіз ата-ана ретінде мен бала үшін мен жаным ашып отыр. 1-ші класс ол, 6 жасар. Далада күтіп қойғаны. Сөйтіп мен оны кеп, мен еще мұғалімнен кешірім сұрайын деп келгем ғой, ана на 15 минут, потому что менің қызым жылайды, мама мен кешіп қалдым, барып айт дейді. Соны айтайын десем, плюс еще оқушы кіретін есікте жабық қой. Ерте мысалы сабақта бала далаға шығып кіріп үлгере алмай қалса, сонда мұзда қатып қалу керек па? Мен түсінбеймін, ол это жестоко вообще. А енді соны аш деген ата-анаға пошла на к черту деген, это вообще дұрыс емес.
Жоқ, білім саласында айтылған мәселе маған. Ол тікелей эфирде мен оны шығарғам. Жаңағы мәселеге оралайық, жаңағы Сарыағаштың мәселесі бойынша. Сарыағаштың мәселесіне қатысты мына арыздар көтеріңіздерші. 60-шы мектеп, 77-ші 77-ші мектеп. Енді Құдай қаласа 5-ші мектепте шығып жатыр қазір. Одан кейін қамқоршылық кеңесті бір зерделеудің полный документтерді алып. Әсіресе 77-ші мектеп. Жалпы мынау тек қана осы Сарыағаш емес, жалпы мына мектептердегі қамқоршылық кеңестердің құрамы бойынша бір зерделеу жасалып. Себебі бұл қамқоршылық кеңесте үлкен полномочия бар да, директорге соглашение береді, келісім береді. Иә, мұны өйтуге болады, басшылық сайлауға деген мәселе беріледі да. Мен ойлаймын, содан кейін барып уже біраз жаңағы ата-аналардың да көзі ашылып жатыр. Өйткені оларда право, сәл де болса, кішкентай де болса право беріліп отыр да, өзінің баласының оқитын мектептің басшысын сайлауға. Сондықтан да ол жерде жаңа сіз айтқан перечендегі азаматтар болу керек. Действительно абыройы бар, мектепке жанашитын, иә, меценат болсын. Сондықтан да осындай мәселе. Кейін 60-шы мектептегі. Неге Ахатов мырза осы уақытқа шейін жауап бермей жатыр? Бір зерделеңіздер. Қашан түсті ол арыз? Арыз негесінде қазір аты жөнін айтып беріп кетем, телефон берем, хабарлассаңыздар, ол бәрін айтып береді. Осы жаққа да арыз жазып жіберді, 25 мұғалім қол қойған дейді. Егер Ахатов қандай да бір заңбұзушылықтарға жол беретін болса, ол жайында маған ұсыным беріңіз. Жалпы үлкен рахмет. Инструкция дайындадыңыз, қазір школьный отделға тапсырма дайындаймыз. Балалардың келуі мектеп балаларға әрқашан ашық болу. Ондай болмайды. Жауап қойып, жаңағы егер анасыз келсе бала, бірінші класстың баласы, сол кезде ол айналып кіре алмай жүре ме? Ол болмайды ондай нәрсе. Бұл мәселеде Ләззат ханыммен толық қосыламын. Жоқ, ол жерде мысалы пажар болса да шыға алмайды да ол. Ол жай есік емес қой, ол ворота ғой. Ол ворота ғой. Мектептің жай есігі жабылып тұрса да, әйтеуір ұрып жүріп біраз деп ашасын. Сыртқы Ворота жабық тұр, қақпа жабық тұр. Онда дұрыс айтады, не камера болып қойып, не болмайтын болса, сол жерге сигнал беретін, кнопка болып қойып керек. Иә, бүйтіп басқан кезде сөйтіп қарау керек. Өтен адам кірмейді мектепке, бірақ бала кіру керек қой. Бірінші класстың баласы, тем более ол 6 жасар. Сонда ол 45-ін мұзда тұрды ғой. Я согласен с вами, с вашим возмущением. Кешірім сұрайын. Әріптестеріңіз мені кінәлап тастады әлеуметтік желіге. Қызы ұйықтап қалған, қызы кешіп қалған деді. Ана пришла жауап бергендер кешіп қалған баласы дейді. Баласы кешіп қалған екен, сол тәртіп сондай дейді. 9-да жабылады. 9-да жабылатын болса ана жаққа іліп қоймай ма бізге ескерту? Мектеп 9-да жабылады, 9-дан кейін кірмейсіздер. Біз сол ескертуді көріп, мысалы мен қызымды алып кете саламын, дұрыс па? Мен тағы да кешірім сұрайын, бала өйтіп мектепті айналып кіре алмай жүрмеу ол дұрыс емес. Қалай болса да бұл жерде ол Ләззат ханымның кінәсі жоқ. Біздің кінәміз. Мен ата-ана ретінде өзім соны сезіндім да, ол тек өзім балама шырылдап жатқан жоқ, басқа балдар да бар ғой. Барлығына сондай бір ортақ инструкция жіберіңіздер. Мысалы мектепке кірамай кешіп келген бала бәрі мектепке кіру керек. Кірамай кетіп қалса көшеде иттер бар, итке таланады. Сондықтан да сол, ол мен жаңа айқайым, менің қызыма болай емес, жалпылама барлық мектептерде осындай жағдай бар шығар. Одан кейін 77-ші мектепте былай мынандай мәселені айтты. Ол әлеуметтік желіде бар. Ол жерде әжетханалар, мектеп жаңадан соғылған екен. Мен түсінгенімше, мен әлі барған жоқпын. Әжетханалар соғылған деді. Оны қабылдап алған деді. Оны енді құрылыс бөлімі бәрі қабылдап алады ғой. Бірақ бірде-бір әжетханаға су бармайды, әжетхана жұмыс істемейді. Барлық балдар сыртқа баруға мәжбүр дейді. Өткендегі ақпараттық жиналыста осы мәселе біз талқыладық. Бұл жерде енді объективті себептер де болуы мүмкін. Ол ауылға су келмеуі мүмкін. Жоқ, жабық тұр дейді ғой туалеттер. Жабық тұр, балдар сыртқа барады дейді. Негізі балдар сыртқа бармау керек қой, дұрыс па? Төле би ауданында да инцидент болды ғой. Қыздар сыртқа әжетханаға барған кезде бір ішіп алған кісі кіріп әжетханаға есік құлтап қойып, зорға ашып, сондай Жеңіс мектебінде Төле би ауданында сондай инцидент болған. Ол көктемде болған ол даже. Поэтому осындай мәселе. Жақсы, үлкен рахмет. Сіздерге рахмет.